Ғалымдар жануарлардың азаюына байланысты 73 зерттеу жасаған. Нәтижесінде жануарлар жылына 2,5%-ға азайып бара жатқаны анықталған. Атпаңдаршы аңдарды. Исмағұлов Сабыржан. Бар емес пе аңдардың да киелері? Сол киенің жағылмасын күйелері. Оңды-солды атып жүр ғой аң мен құсты, болмаған соң байғұстардың сүйенері. Кім оларға тосқауыл боп тоқта дейді, қорықтардың көмек берсе иелері. Қасиеттің киесі атып кететінін айтты емес пе поэзияның күйенері. Бұл күдері аң саудасы қызып кеткен, талай жандар елдің заңын бұзып кеткен. Бір-ақ рет атылған соң мылтық оғы, аққулар жетім көлден жүзіп кеткен. Лағын қуған жошы ханның бір баласын ақсақ құлан өзі келіп сүзіп кеткен. Тұқымдары таусылар деп көп аңдарды қызыл кітап беттеріне тізіп кеткен. Әрі бармай айтайыншы тек беріден, өзімше бір зерттеу жасап тексеріп ем. Қорған болмай қызыл кітап көп аңдарын, құрт азайып кеткен бәрі шеттерінен. Дәрі жасап бұғылардың мүйізінен, тағам жасап сатып жатыр еттерінен. Болашақта бұл аңдарды көреміз бе? Интернет пен қызыл кітап беттерінен.